басқа бір деңгейге пайғамбарымызды көтеру үшін руханиятын дайындады. Қайтадан жүрегін шайып салып, қайтадан бағанағы Бурақ деген атқа мінгізді. Сол кездегі бір қызығы, Бурақ деген ат басында қашыр тебінді дейді. Яғни тебінді деген не істейді дейді? Жатырқады дейді. Сол кездегі Жәбірейіл алейхиссалам: ей Бурақ, тыныштал, бұл саған дейінгі көкеңнің ұрпағы деген. Сол кезде бұл Бурақты кезінде кім мінген екен? Ибрахим алейхиссалам мінген екен деген риуаят. Өйткені Ибрахим алейхиссаламның анау кезінде Исмайғилға келіп кетіп жүруші еді ғой арасында. Анау Әл-Ақса мешіті жағынан Меккеге қарай оның арасы 800 километр дей ме сондай. Енді 800 километрді жаяу адам, жарайды түйемен адам қай уақытта жетеді? Ол болса лезде барып келетін де, мына көрші ауылға барып келген сияқты. Оның соң барып келуінде дейді, көп сол бір кітаптарда айтылады, сол Бураққа мінген дейді. Сөйді Бурақ Ибрахимге біраз үйреніп қалған да. Шын кезде енді жаңа адам отырайын деп отыр ғой. Шын кезде саған дейін оның атасына мінген еді. Қазір саған мінеді дейді отыр. Сөйтіп Бурақтың үстіне отырайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көңілі жабырқаңқы болады. Сол кезде Алла субхана тағала барып сұрайды дейді. Ей Жәбірейіл, Хабибім неге сондай ренішті болып тұрғанын сұрашы дейді. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұраған кезде пайғамбарымыз айтады: мен осыншалықты ізет пен құрмет көрдім дейді. Осыншама маған сән салтанатты кигізіп, осыншама көңілімді аулап, жақұттан, алтыннан болған киімдерді кигізіп, осындай жақсы атқа мінгізіп, пайғамбарымыз көңілде өте қатты проблема бар деді ғой бағана. Соның бәрін бізде бар ғой, адам қайтыс болса, бір нәрсе көңіл шай деген нәрсе бар ғой. Ана адамның көңілін аулап, ол кісіге бір кішкене ана қайғыдан басын неғылайық деген сияқты. Сол сияқты Алла субхана тағала бүкіл нәрсе сұраса да көңілім жабырқаулы. Осыншама маған, мен соған Алла лайықтымын ба, лайықты емеспін дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: осыншалықты ізет пен құрмет көрдім, қиямет күні әлсіз болған үмметтің жағдайына не болатыны есіме түсті. Пайғамбарымыз айтады ғой: мені көрген нәрсені сендер көрсеңдер дейді, сендер аз күліп, көп жылайтын едіңдер дейді. Сол үшін дейді пайғамбарымыз, осындай қуанышты сәттің өзінде де кәдімгідей қуана алмайды дейді. Бірден үмбетін бізді ойлап отыр дейді. Мен осыншама жақсылыққа кенеліп отырмын, ал мен дейді 50 мың жылға созылатын қиямет есіме түсіп кетті дейді. Соның дейді 30 мың жылы Сират көпірінің үстінде кетіп бара жатқан үмбетін ойлаған кезде дейді. 50 мың жылдың 30 мың жылында Сират көпіріне өтеткенбіз. Анау дейді жан жақтардың астынан тозақ. Мына жақта тозақтың ілмектері. Адамдарды өтіп барып былай сырады. Кейбіреуін іліп алып кетіп тозаққа лақтырып жатады. Кейбіреу үшін анау қыл көпір болады. Бағанағы қылыштан өткер, қылдан жіңішке болады. Олар соған бүйтіп ұстаса қолдары шабылып жатады. Сөйтіп ана сол көпірдің үстінен өте алмай жатады. Кейбіреу еңбектеп кетіп бара жатады. Кейбіреу етпетімен кетіп бара жатады. 30 мың жылға қиналып жатып құлап жатады ғой біреулер. Осы есіне түсіп отыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сираттан қалай өтеді деген кезде Алла субхана тағала айтады: ей Хабибім, көңіліңе алаң болмасын. Сенің үмбетің үшін 50 мың жылдық уақытта бір сәттік уақыт етемін. Қайғырма деп пайғамбарымыз тыныштандырады. Ешқашан да өзінің үшін, өзінің жақсылығы үшін қатты қуанбаған, қандай сәтте де болса бізді ойлайтын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай еді. Ал енді Бураққа мінді. Бурақ деген қандай еді? Өте шапшаң шабатын құс. Бурақ деген аттан аласа, есектен биіктеу. Және не бар дейді? Қанаттары бар, сондай ұшатын жануар. Ол Бурақ деген үстіне отырған кезде, бір серпінген кезде, көзің қаяққа дейін жетеді, сол жаққа барады екен. Тағы бір серпінген кезде, келесі жаққа барады екен. Скоростной пойызға жайында қалып қалды ана жерде. Анау
сондай ұшатын нәрсе. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды 3 жерден остановка болады. 3 жерде тоқтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 жерде намаз оқиды. Осы оқыған жерлерін жазып қойыңыздар. Қадір түні сіздерден сұраймын. Қандай жерде? Бірінші остановка Медина қаласында болады. Ол жерде барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи 2 рәкат намаз оқиды. Сөйтіп 2 рәкат, өйткені не? Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның жақында қоныс аударатын Меккенің ордасы болады. Екінші қатты серпінген кезде Тур тауының жанына барып тоқтайды. Тур. Ва тури синин. Синай тауының Тур тауы, яғни Синай өлкесіндегі Тур тауы. Ол жерде Муса алейхиссаламның пайғамбарымыз Алла субхана тағаламен тікелей тілдесетін орны болатын Тур тауы. Сол жерге барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 2 рәкат намаз оқиды. Үшіншісі Байти Лахм. Байти Лахм деген жерге барып тоқтайды. Ол Иса алейхиссаламның туған жері Әл-Ақса мешіті. Яғни Байти Лахм деген жерге оқиды. Яғни ол Байти Лахм деген Әл-Ақса емес, Иса алейхиссалам туған жерін айтты, Байти Лахм деп аталады. Енді осы орада арасында тағы бір қызық нәрселер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кетіп бара кезде бір дауыс шығады оң жақтан. Ей Мұхаммед, ей Мұхаммед, ей Мұхаммед деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды өте әдемі, өте қыз кейпінде бір нәрсе шақырады. Жәбірейіл алейхиссалам қарама деп айтады. Қарама деп айтады, үш ретте қарамайды. Бұл не болды Жәбірейіл алейхиссалам десе, бұл осы дүние дейді. Осы дүние өзіне шақырды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол дүниені тәрк етті. Тағы да кетіп бара кезде алдынан өте бір қарт адам, сондай жұпын үстіндегі киімі тозған, алдынан жаман бір кейпіндегі адам келіп өтті. Бұл кім болса, бұл Іблістің лағнет артқының бейнесі екен. Іблістің өз бейнесі. Сол кездегі осы көп кісілер осы сираны, осы пайғамбарымыздың өмірбаянын талқылайтын адамдар осындай мынандай бір қағида шығарды. Неге өте жұпыны, неге өте кәрі адамның бейнесінде көрді дейді. Өйткені қиямет жақын екен, сол үшін адам қайтыс болатын кезде кәрі кейпінде ауысамыз ғой біз. Яғни Іблістің де кәрі кейпі, яғни оның да уақыт сағаты аз қалған деген сөз. Оның мерзімі қай уақытқа дейін? Қияметке дейін ғана. Яғни ана кісінің чал болып тұрғаны қиямет жақын деген сөз да. Яғни біздер мен сіздерді пайғамбарымызды 224 мың пайғамбардың үмбеттері өтті, біз соңғы пайғамбардың үмбетіміз. Енді 224 мың пайғамбардың өмірлерін примерно осындай өмірлер өтіп жатыр. Біз ақыр заманның пайғамбарының үмбетіміз. Ақыр заман деген соңғы заман, соңғы бізден кейін ешкім болмайды. Сөйтіп Алла субхана тағаланың қалауымен Әл-Ақса мешітіне жетеді. Әл-Ақса мешітіне келгеннен кейін ол жердегі Жәбірейіл алейхиссалам бір тасты тесіп, бұрақты байлап қояды. Неге десеңіз, бұрақ деген пайғамбарлардың мінетін ат екен де, анан біреулер мініп кетуі мүмкін екен. Неге десең, ол жерге Ибрахим алейхиссалам да, Иса алейхиссалам да бәрі сол жаққа жиналған екен. Түсінесіздер ғой? Анау бұрақ болса, біреуін шық деп кетіп қалуы мүмкін екен. Сол кезден кейін барып, бәрі пайғамбарлар сол жаққа жиналып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге 2 рәкат намаз оқуға шығып отыр. Сонымен Адам алейхиссаламнан бастап, сіз адамзаттың атасысыз, сіз шығыңыз. Өй, Ибрахим шықсын, өй, бәрі жоқ. Бұған тек қана әлемдердің Раббысы, сүйікті құлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғана шығуға лайық деп 2 рәкат намазға пайғамбарымыз имам болып сол жақта оқиды 2 рәкат. Сөйтіп 2 рәкат намазды сол жақта пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам оқып болған соң Жәбірейіл алейхиссалам екеуі көкке көтеріледі. Көкке көтерілудің әртүрлі вариантын естіген едік. Осында біз оның бәрін тоқталмай қояйық. Бір өте биік ағашпен көтерілді, біресе көтерілді, қолынан ұстады, ұшты дейді. Сөйтіп бірінші көктің қақпасына келді.
оның қақпасына келіп тартылады дейді. Яғни аспанның қақпалары кәдімгідей қақпасы бар болатындай бір несі бар екен. Сол қақпасы воротасымен кіретін есігі бар. Қақпаларын 7 қабат аспанның. Сол бірінші қақпасына кіргенде оның күзетшісі сұрап айтады: кім мұнда келген деген кезде, Алла субхана тағаланың сүйікті құлы Хабибі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам келді деп айтады. Сен кімсің? Мен Жәбірейілмін дейді. Жаныңдағы Мұхаммед десе, оған берілді ма деп айтады. Оған не жіберілді ма не дейді. Яғни уже қиямет күні келіп қойды ма деп айтып жатыр ғой. Я ол кісіге жақын уақыт, яғни пайғамбарлық уақыты берілді, ол кісі келе жатыр деген кезде сәлем бердік келген адамға. Бұл келген адам қандай жақсы адам дейді.